Менің әжем тамыз айынан бастап асқазан ішек жолдары ауыра бастады. Сондықтан да мен әжемнің ауырғаны өте қатты жаным ашып белгілі бір ем іздей бастадым. Түйеткен шөбінің құрамында антиоксиданттар болғандықтан асқазан ішек жолдарына өте пайдалы. Мен түйеткен шөбін әжеме ұсындым. Қызым, әже осы шайды ішіп көр, пайдасы бар шығар дегесін, мен қызымның айтқанын қылып осы шайды іше бастадым. Яғни бұл шайдың көп қасиеттері бар екен. Асқазан ішек ауруларында да ішуге пайдасы көп. Бауыр ауырған кезде де олардың жаңағы кейбір түрлі бауыр аурулардың жасушаларын қорғап, ол заттардан шығаруға көмектеседі екен. Сахарға да пайдасы бар екен. Менің де сахарым бар еді, сахарым да қазір түсе бастады, нормасына келді. Қабынуға қарсы әртүрлі әсерлері бар, тұнбаларын буын ауырғандарға пайдалануға болады. Сосын бұны қан тоқтататын да қасиеттері бар екен. Жаңағы ұнтақталған түрін ұнтап жапырақтарды, жараның бетіне сепсе, жараны сол қанды құрғатып, қан кетуін азайтады екен. Тері ауруларына да көп пайдалары бар. Бұны ішкен кезде жаңағы шамалы келмектеу дәмі бар, сол келмектеу дәмі әсер етпес кету үшін құрамына кепкен апельсин, лимон, тағы да басқа сондай жеміс-жидектердің кепкен түрлерін салып ішуге болады. Сол кезде дәмі кетеді, оның жақсы дәм беріп іше бастайсың өзің. Қазір осы кезге дейін мен осы шайды пайдаланып жүрмін. Сахарыма да, ішкі құрылысыма да жақсы әсер етіп жүр.